Ол һәм қызларым. Міне бүгін сізлер менен және дидарласып отырмыз. Біз бір уақия туралы сөз етеміз. Дұрыс айтасыз ата. Бүгінгі уақиямызға әкеме сауға деген атама бердік. Солай екен, аталар сөзін басылаймыз. Жігіт соңғы уақытлары әкесі менен тез-тезден бақырысып қала берді. Әтте әкесінің сөзлеріне құлақ аспады. Бір күні жігіт Инстаграмнан видеолар тамашалап отырды. Өзі қатарлы азаматлардың әкесіне машина сауға етіп атырған видеоларға көзі түсті. Әтте бұлардың ішінде екі жорасы да әлі қашан әкесіне машина сауға еткен. Менің бұл жүрісім болмас. Менде әкеме машина сауға етемен. Соңғы уақытлары көп кеуіліне тидім. Жігіттің тұрақлы табысы болмаса да, әр айда 10 миллионға шамалас табысы бар еді. Бірақ машина алу үшін бұл ақша жеткіліксіз. Жігіттің ойында тек машина алу идеясы болды. Кредитке алсам ба екен? 3 жылда құтылсам болады. Контрактымды де төлеуім керек. Не қылсам екен? Ақыр соңында жігіт кредитке машина алды. Солай етіп машинаны әкесіне тапсыру салтанатын шөлкемлестірді. 2-3 мобилограф һәм қосықшы шақырып көшесіне дәп-дебе етті. Бұндайды бұрын көрмеген көшедегілер таңғалысып қарады. Солай етіп әкесіне атланды. Бұндайды күтпеген әкесі албырап қалды. Көлік кілтін салтанатлы түрде тапсырды. Әкеме сауға деп аталған салтанаттың даңқы бүткіл ауыл аймаққа, алыс жақынға, Инстаграм арқалы кеңінен жарияланды. Бірақ дегенменен әкесінің ішінде бір уайым бар еді. Іші ғым етіп, сырты күліп, ішінен терең ойға батты. Арадан айлар өтіп, бірден күтілмеген уақия жүз берді. Жігіт жұмысынан шығып, жұмыссыз қалды. Балам, маған берген машинаңды қайтарып ал. Кредитке алдым деп неге маған айтпадың? Үйге банктен келіп, есігімізді тындырмай атыр. Әр айда 6 миллионнан қалай төлейміз, балам-ау? Әкемен оқуды қояман. Оғанда жақында контракт төлеу керек. Өй деп айтпа, балам. Оқуыңнан ешқашан кетпе. Пенсиямнан төлеп оқытаман. Дегенменен жігіт машинаның қарзынан құтылу үшін сырт елге жұмысқа кетті. Бірақ ол жақта да ісі келіспей үйіне қайтып келді. Ал машинаның ақшасын бүткіл туысқан жақынлары төлеп жәрдемлесіп атыр. Міне қадірданларым. Мақтаныш һәм дәбдебе үшін жігіт ұсындай жағдайға ұшырады. Кейде өзіміз кім екенімізден қашып жеңіл-желпі дәбдебеге хәуес етеміз. Инстаграмда сіз көріп атырған нәрсенің һәммесі де реал емес. Ойланайық, пікір жүртейік. Ата-ананың мейіріміне қымбат сыйлықлар менен ерсе алмаймыз. Тек ғана оларға деген үлкен ітібар һәм жылы сөз болса жеткілікті. Ал материалдық байлық кейінгі орында.